Ассалаумағалейкум оқырмандар. Осы аптада Оңтүстік Кореяда мұсылмандардың ашуына тиген видеоны әлеуметтік желі қолданушылары қызу талқыға салып жатыр. Дастархан онша көрінбейді ойындабаңдар. Айтып қалу керек па? Кезінде Борат мұртты барлық жерді құртты, туымызды таптады деп даттағандар көп болды. Ал мына видеода көк туымызды ұстап суретке түсіп, артынша сожу ішіп, сандалып, бекчу ішіп, бастары айналып, көңіл көтерген Кореядағы жастардың демалысы көрсетілген. Бұл видеода заң бұзушылықтар анықталмағанымен, мұсылмандардың ой санасын өзгертетін харам, арақ пен шарап, қысқа киінген қыздар көрсетілген. Иә, бұл жай ғана демалыс дерсіз, ал мына жігіт қолындағы картамен осы отырыста кімнің не жұмыс атқаратынын анықтап жатыр. Келесі кезекте ол дамы самый главный роль атқаратын бұл ойындағы. Бұл жезөкше, яғни проститутка. Бұл жезөкше, яғни проститутка. Жезөкше не істейді? Қыздың бұл сөзі ішімдікке тойып алып, не істерін білмей тұрған жігіттердің құлағына әдемі естілген сияқты. Өкініштісі, санасы өте төмен қыздар осылай арын жерге таптап, қыздығынан айырылып жатады. Қазақ альянс қыздарымызды төсекке, балдарымызды өсекке шақыратыны рас па? Жегенін, ішкенін, ойнап күлгенін әлеуметтік желіде жариялаған үшін Кореядағы мұсылмандар өз наразылықтарын білдірді. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті Қазақ альянс тобының админі Бегасыл бауырым. Бұл сіз өткен демалыста достарыңызбен, құрбық құрдастарыңызбен бірге жеке өміріңізді жариялап отырсыз. Және ішімдікпенен қазақтың туы бар киімді киіп, қолдарыңызда сырамен виски ұстап отырғандарыңыз ар намысқа тиеді. Бауырым, бұл өте ауыр, төмен әрекет. Бұл халыққа ортақ парақша. Парақшада біздің әке-шешелеріміз тіркелген. Осындай видеолардан кейін олар біз туралы не ойлайды, дейді наразы топты бастаған Айдар Науханбайұлы. Бізді Кореяда сапармен жүріп, жұмыс істеп жүріп, отбасыларымыз уайымдайды. Бірақ та енді ондай видеоларды көріп, не деп ойлайды? Барлығымызды ішкіш, алқаш деп ойлаймын екен. Енді жеке өмірлерін араласпаймыз, бірақ енді топқа шыққаннан кейін оны айтуымыз біздің парызымыз. Сондықтан ол әрине Қазақстанның туы белгіленген киімде тұрып, енді ішімдік ұстап, дастарханда енді әңгіме айтып, енді билеп, өте енді лас нәрселер деп ойлаймыз біз енді. Діни жақтан да, енді ұлт жақтан да, мысалы қазақилық жақтан да дұрыс емес нәрсе ол. Жалпы сіздердің қазір нақты қойып тұрған талаптарыңыз не ол? Нені талап етіп жатырсыздар? Нақты талабымыз енді орындалатын болса, егерде әрине енді ескерту бауырымызға. Бауырымыз ешқандай жек көрініш жоқ, ешқандай претензия ондай жоқ. Тек ортақ топқа ондай тектес іс әрекеттер жеке өмірінің өзінің басынан өтіп жатқан қандай да бір енді отырыстар, жиындар болсын, ішімдікпен болсын, қандай да бір тиым салынған енді харам іс әрекеттермен салмас екен деген. Қазіргі таңда Инстаграмда хит боламын деп ит болып жатқандардың бірі Қазақ альянс. Корея елінде ауыр жағдайда қалған жерлестерімізге көмек береміз деп ашылған бұл парақшаның адам жинаудағы негізгі мақсаты не? Мұсылман адам жамандық көрсе қолымен қайтарады, болмаса тілімен, болмаса жүрегімен деген сөз бар. Шындықты айтып Бегасылға тікелей байланысқа шығатын жерлестеріміздің аккаунттары бірден бұғатталады екен. Жауапсыз қалған сұрақтары көп. Өзге елде бір-бірімізді қорлаудың орнына қолдауды үйренейік. Самат Ахмет, Корея жаңалықтары.